Қалайсыздар қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Және бүгінгі видео мына күшті нәрсеге арналады, яғни обзор на подушку для беременных. Мінекей тұрған менің жастығым, бұл жүктілерге арналған. Қазақша тілмен айтқанда, қазақша түсіндірейін. Бұл жастықты мен өзіме тігіп алдым. Уже где-то 2 апта болды қолданып жүргеніме. Және сол жайлы сіздерге айтқым келіп тұр. Пайдасы бар ма, қандай плюстары бар, қандай минустары бар. Жалпы бұл не үшін керек? Біріншіден қыздар, бұл негізінде күшті зат болып шықты ғой. Бірінші рет аяғым ауыр болған кезде мен білгем, естігем осы подушка жайлы, бірақ сатып алмағам. Мен де білмеймін, соны созғылап жүрдім ба, мен жұмысым көп болды, өзім де тігіп алам деп ойладым өзіме. Бірақ сол бет қолым жетпеді, бір қиын сияқты көрінді маған. Ойладым, ой, керек жоқ, зачем, оны сосын қайда жіберем деген сияқты. А вот мен екінші рет қалай аяғым ауыр болды, бірден осы жайлы ойладым, потому что мен уже ұйықтауыма ыңғайсыз болды. И сразу өзім тігіп алам деп шештім. Жалпы негізі бұл жастық тек қана аяғы ауыр әйелдерге арналмаған. То есть это не только для беременных. Бұл барлық адамдарға арналған. То есть кез келген адам осы жастықпен ұйықтай алады. Әсіресе арқасы ауыратын адамдар, мысалы үлкен адамдар, ересек адамдар, немесе жаңағы бір травмалары бар, мысалы ұйықтай алмай жүрген болады ғой, бессонницамен страдать етіп жүрген, сол ұйқымен бір проблемасы бар адамдарға көмектеседі. И балаларға да жақсы, балаларға тоже осындай подушканы арнап жатады, и балалар да ұйықтап жатады. Но бұл подушка соншалықты ыңғайлы болғандықтан, әрине жүктілерге де арнап, бұны бірінші очередь тоже жүктілерге арнады. Біраз жыл болды, кәдімгідей жүктілерде қолданып жүр. Негізінде изначально бұл тек жүктілерге арналмаған, барлық адамдарға арналған. Бұның қандай плюсы бар? Мына видеодан сіздерге толық көрсетемін обзор. Ол обзорда міне осылай көрінеді. Ал қазір мен жай бүйтіп кресло сияқты сүйкеп қойдым артыма сіздерге көрсету үшін. Негізінде бұның ерекшелігі в том, что бұл полный рост сізге полностью комфорт сыйлайды ұйықтаған кезде, полностью сізге ыңғайлы болады денеңізге. И сіз жатқан кезде бұны ішіңізге де ыңғайлы, арқаңызға да ыңғайлы болады. Именно мойныңызға, қолыңызбен ұстасаңыз, аяғыңызға ұстап алғанға өте ыңғайлы. И то есть жан-жақтан сізді құшақтап тұрғандай болады да, сіз андай бір особый коконда немесе защитада жатқан сияқты сезінетін боласыз. Аяғы ауыр әйелдердің проблемасы не? Ол уже определенный срок өткеннен кейін бізге уже былай арқамен жатуға болмайды, ішпен жата алмайсың. Бізде бір-ақ вариант бар, немесе бір жақ қырмен жатасың, или екінші жақ қырмен жатасың, и все. И то біз жатқан кезде былай жатамыз ғой, получается, қырмен. И біздің артымызда ешқандай ұстап тұратын упор жоқ, алдыға бетіп жата алмайсың. И постоянно біз ұйықтап жатқанда түні бойы біздің арқамыз постоянно напряженияда болады. Не только арқамыз, но аяғымыз, мойнымыз бүкіл жер напряженный болады да. И біз и то шаршап, былайда қозғалып дұрыстап ұйықтай алмаймыз. Ал мына жастықпен бірге ұйықтаған кезде бұл именно арқан ұстап тұрады. Мына екі жақтан алдынан да сізге жақсы, и артынан да бүйтіп поддержка болып тұрады. То есть бұның ең күштісі еще полностью бүйтіп қырмен жатқанда да арқаға тиіп тұрады ғой. И сіз не только қырмен, полубоком дейді ғой, бүйтіп полубоком жатқанда мына жерден тоже күшті облегать етіп тұрады. Сол жағынан күшті, то есть сіз құлап кетпейсіз бүйтіп, мынандай наклонмен жатасыз. Сол маған прям қатты ұнайды, сондай положениеде жатқан, просто кайф, ұйқы деген күшті болады. Мен прям күшті ұйықтап жүр негізінде ғой. Бұл жастықтардың функциясы бірдей, ол сізге жақсы ұйқы сыйлау, бірақ тек қана формаларымен бөлінеді. То есть әртүрлі формалар болады. Ол жаңағы G сияқты, мынандай S әрпі сияқты, сосын мынандай U немесе аттың тағасы дейді ғой, таға формасында, немесе мынандай банан сияқты бір жағына бар, немесе I деп айтады, мынандай I формасында болады. Бірақ ең ыңғайлысын осы түр болып табылады негізі, ең ыңғайлы түрі. Өйткені ол жайлы тоже айтамын, не себепті олай екен. Мен осы жастықтарды зерттеп жүрген кезде тоже көп нәрсе оқыдым, форумдарда, осы инстаграмда көп әйелдердің отзывтарын оқыдым. Шынымен де бұл қажет па, бұл көмектесе ма, рас па, жоқ па деген сияқты. И сонда байқағаным, көбісі жаңағы мынандай бір жақ шеті жоқ, мысалы, банан сияқты формасымен қолданған көп мамочкалар айтады, что нормально, қатты, керемет, ештеңесі жоқ, кәдімгі жастық сияқты дейді. То есть олар керемет, вау деген эффект жоқ оларда. И действительно мен подушкалардың арасында да болды сондай. И ал керісінше именно осындай U формада жатқан мамочкалар, олар бәрі мақтайды, прям 100% мақтайды, потому что шынымен де удобно, мен өзім қуанам, что именно осы форманы тіктім, потому что полностью жаңағы бүйтіп құшақтап, соны ішіне кіркетіп жатқым келді да. И сондықтан сіздерге айтатын кеңесім, алсаңыздар осындай форманы алыңыздар. Және
И көбісі жаңағы осы подушканы сатып алудың алдында былай ойлайды, что бұл размері слишком үлкен, ертең төсекке сыйғызу қиын, ауыр деп, там слишком үлкен, зачем мұндай үлкен жастық, обычный жастықпен де жата салуға болады деп еркенің ермегі деп айтып жатады. На самом деле олай емес. Бұл жастық негізде үлкен, шынымен де үлкен болып көрінгенмен, басында да маған солай көрінді. Мен бұл жастықты тікпес бұрын кәдімгідей даже, оказывается, я даже не представляла, настолько осындай үлкен болатын деп ше. Өйткені видеоға қарап жасадым ғой, там қиған кезде размеріне қарағанда ол кішкентай сияқты болып көрінеді фотоға қараған кезде, біреудің видеосына. Ал уже сен қиып, жаңағы несін чертежін жасап, уже тканьды бүйтіп қиғаннан кейін қарағанда уже дәу болып көрінген деп ойладым. Мынау дәу екен, капец деп. И действительно көрінеді, сонда ойлайсың, адамдар шынымен де осыны ала ма деген сияқты менде ой болды. Осы жастықты тігіп, әлі де жатпай тұрып ше. Но мен түсіндім, осыны зерттей мен түсіндім, что осы жастықтың, казалось бы, осындай үлкен көлемі бір үлкен минусы болып көрінгенмен, на самом деле сол минусы бұның самый главный преимуществосы болып табылады. Өйткені ең қажет, ең маңызды нәрсесі, ең фишкасы вот в этом. Вот из-за того, что жаңа размері үлкен, понимаете, біздің почти бойымызбен сәйкес келеді. Наның несі бойы 150 ма 140 сантиметр істедім мен. Представьте, 140 сантиметр, ширинасы 90 сантиметр. И бұл полностью облегать етіп жатады. То есть сіз спокойно арасына кіріп кетіп ұйықтайсыз. Вот главное преимущество. Вот сол үшін алу керек. То есть это не минус, а главный плюс. Басқа жастықтардың ерекшелігі осы үшін алу керек. И ол осындай үлкен болмағанда, ондай ыңғайлы болмайтын еді, көрдіңіз ба? И егер шынымен де сіз жаңағы осы жүктілігіңізді комфортпен өткізгіңіз келсе, жақсы ұйықтағыңыз келсе, 9 ай бойы жақсы өткізгіңіз келсе, онда осы жастықты алуға кеңес беремін шынымен де. Еще тағы да бұл жастық тек қана жүктілік кезінде ғана емес, босанғаннан кейін де қолдануға болады, любой уақытта да ұйықтауға болады, еще баланы емізуге болады. Міне осылай отырып, немесе керісінше отырғызып, мынаны былай қойып, мысалы, қолыңызды қой, баланы емізгенде ыңғайлы ше, сондай подставка болады. Балалар да жатады, күйеулер де ұйықтайды, көбісі айтып жатыр, жаңа күйеулерім біздің жақсы көреді, ұйықтап жатады деп. Біз еще қалай қолданамыз? Біздің төсегіміз мысалы қатты үлкен емес негізінде. Бұдан да үлкен төсектер болады көлемі. И мен ойлағам, мынау төсекке сыймайтын шығармыз деп ше. Но қазір решениясын таптым. Біз баламен бірге ұйықтаймыз. Скоро баланы бөлек шығарамыз. 3-ке жақында қалды ғой, бөлек төсекке жатқызсақ, уже екеуміз де сиямыз бұған. Мен уже спокойно емін еркін жата аламын, екеуім де сия алады. Но қазір ұйықтағанда күйеуім бір жақ шетін құшақтап жатады. Мен мына жағынан құшақтаймын, күйеуім мына жағынан құшақтайды. Кейде балам осы ішінде ұйықтайды, мен сыртынан да құшақтап ұйықтай беремін, в общем. Сол жағынан жақсы, уайымдамаңыздар. Балаларыңыз бөлек ұйықтаса, смело ұйықтай бересіздер. Бұл керемет соншалықты көп орын алмайды. Бұны кейін жуаласыз спокойно. Бұны разбирать етіп тастай аласыз, салып қоюға да болады, сақтап қоюға да болады. Неліктен мен осы жастықтарды жақсылап зерттеп, оқып тіктім. Негізінде менде басынан да ой болған. Осы жастықты тігіп көрейін. Сосын мен өзім бұрында тоже подушки смайликімен айналыстым ғой. 2,5 жыл тігумен айналыстым. Солар заказға тігетін. То есть менде жастық тігу жағынан опытым бар. И ойлағам осы именно подушки для беременныхты тігіп, одан кейін өзім Instagram блогым арқылы, таныстарым арқылы заказ алып клиенттерге на заказ тігем деп ойлағам. Бірақ қазір мен олай істемейтін болдым, тіккім келмей қалды, потому что қазір менде энергия да күшті жоқ, ол идеяны алып тастадым. Сондықтан мен бүге шегесіне дейін зерттедім, қалай, қайсы ыңғайлы, отзывтарды оқыдым, қалай істеу керек, жан-жақты кәдімгі зерттедім. Сондықтан мен действительно білем не айтып жатқанымды. И бірақ менде қазір ондай заказ алу мақсатым жоқ, бұл жарнама емес. Просто менің осы YouTube каналыма арналған, жүктілерге арналған бір обзорым, алғашқы бір видеом болсын. Осы жастықтарды сатып алу кезінде қалай дұрыс таңдау керек, сол жайлы айтқым келіп тұр. Біріншіден, матасы сатин болсын, ең жақсы, ең дұрыс мата сатин болып табылады. Мен өзім оны зерттеп, соған көзім жетті. Ол өте жұмсақ және бүкіл характеристикасы жағынан өте жақсы. Және жастық плотный болсын. Прям қатты плотный емес, но при этом холофайбері аз болмау керек. Сосын мынандай міне вставкасы болу керек, ластовица деп аталады, көрдіңіздер ме, қосымша тігілген. Ол не үшін істелінген, жаңағы осындай жоқ жастықтар ортасы жыртылып кетіп жатады. Сонда міндетті түрде ластовицасы барын алыңыздар. Ластовицасы болмаса, ол сапасыз деген сөз. Және замогы осындай ұзын болу керек, ыңғайлы, ішіндегі жаңағы жастықты шығарып жуу үшін өте ыңғайлы болу керек.
ішінде міндетті түрде осындай наперник болсын, тоже замогымен, өйткені холофайберін жаңағы регулировать етуге болады. Міндетті түрде холофайбер алыңыздар, тоже ол ең керемет болып табылады. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Сіздерге бір пайдалы болды деп ойлаймын. Осы жастықты алам деп ойланып жүрген адамдар болса, сіздерге кішкене де болса пайдасы тиді деп ойлаймын. Өкінішке орай мен қазақша тілде осындай обзорға түсірген адамды көрген жоқпын. ютубтан таба алмадым, чтобы именно осы жастық жайлы, именно жүктілерге арналған жастықты прям подробно обзор түсірген адамды таппадым. Сондықтан сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызға жауап беремін міндетті түрде. Және мен инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, ол жерде көп пайдалы ақпараттар болады. Сіздерді сол жерде күтемін. Сау болыңыздар.